Енді қазақтың ұлттық ұраны алға Қазақстан. Ал ұлттық түстері аспан түстес көк, алтын сары түс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың қол қойған жарлығында тағы қандай маңызды бағыт қамтылған? Енді ерекше қажеттілігі бар азаматтардың бір қатар салада қолжетімділігі артады. Астанада көру қабілеті нашар адамдардың бейімделуі мен оңалтудың жаңа жоғары технологиясы атты халықаралық форумы өтті. Шараның жемісі қандай? Осы сұрақтар мен өзге де өзекті хабарлар туралы аймақтар тынысының бүгінгі санында айтамыз. Армысыздар. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Егемен елдің еңселі жолы нық, ал бағыты айқын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі саясаттың негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттары бекіген жарлыққа қол қойды. Енді елдегі идеологиялық жұмыстар осы бір құжатпен жүзеге асырылмақ. Мұндағы басты мақсат әділетті Қазақстанды құру десек қателеспейміз. Енді ұлттық ұранымыз алға Қазақстан болады. Ал ұлттық түс аспан түстек көк, алтын сары түс. Ұлттық кітап нышаны Абайдың қара сөздері. Ұлттық бірлік нышаны шаңырақ. Ұлттық музыкалық аспап домбыра. Өсімдік нышаны қызғалдақ. Отандық өнім шығарудың ұлттық белгісі Қазақстанда жасалған Made in Қазақстан болмақ. Ал хэштегіміз Қазақстан. Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттары бекіту туралы жарлық нақты іс-қимыл жоспары. Оны біз барлығымыз бірігіп жүзеге асыруымыз қажет. Осындай ресми құжат бар болғанына ризашылығымды білдіремін. Онда еліміздің ішкі саясатының дамытудың негізгі принциптері мен бағыттары көрсетілген. Президенттің айқындап берген ішкі саясатта 7 негізгі бағыты бар. Алғашқысы ашықтық пен тұрақты байланысты орнататын қоғамдық диалог. Келесісі бірлік пен ынтымақтастық құндылықтарын дәріптейтін этносаралық қатынас саласындағы саясат. Мемлекетті дамыту ісінде зайырлылық қағидаттарын тұрақты түрде ілгерілтетін дін саласындағы саясатта маңызды бағыттардың қатарында. Сонымен қатар жасампаздық пен жаңашылдық құндылықтарын насихаттайтын мәдени-гуманитарлық саясат. Отбасы институтын нығайтып, құндылықтарды қолдайтын отбасы саясаты, патриоттық тәрбие беру жүйесін дамытатын жастар саясаты және ақпараттық тиімділікті қамтитын ақпарат саясат түсінігі бекіді. Это фундаментальный документ, который отражает стратегическое видение внутреннего развития страны в духе концепции справедливого Казахстана. Он выстроен системно, с четкой логикой и структурой. Әділетті әрі қауіпсіз Қазақстанды құру маңызды. Бүгінде қоғамдық тәртіп тетіктерін дамытатын заң мен тәртіп қағидатты жүзеге асып келеді. Заң алдында әрбір азаматтың тең болуы, заң бұзғандардың жазасыз қалмауы, жоғары құқықтық мәдениеттің сақталуы мемлекет басшысының айрықша назар аударған мәселесі. Ал тұрғындардың талап тілегіне әділ және уақытылы ден қойып, қара халық пен билік арасында тұрақты әрі жүйелі байланыс орнату мақсатында халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатты жүзеге асырылады. Әрине қазақта сөз бар, мынау сөзің түзелмей, ісің түзелмейді деген, сондықтан да бұл біздің сөзіміздің, бұл біздің идеологиямызды түзеудің алдағы атқарылатын жұмыстарымыздың негізгі бағыттарын анықтау үшін өте маңызды құжат. Мемлекеттік шешімдер қоғамның пікірін ескере отырып қабылданады. Бұл тұста әртүрлі көзқарас, біртұтас ұлт қағидатын айта аламыз. Ол азаматтардың референдуммен сайлауда дауыс беру, тиісті органдардың жұмысымен қоғамдық пікірді зерделеу арқылы жүзеге асырылады. Ал енді күшті президент, ықпалды парламент есеп беретін үкімет қағидатын ерекше атап өтеміз. Себебі ол биліктегі дәл осы институттардың өзара үйлесімді әрекет етуін білдіреді. Принятый указ четко обозначает ключевые принципы, ценности и направления, которые полностью совпадают с программными позициями нашей партии. Справедливость, ответственность, законность и защита интересов каждого гражданина. Мінез құлық пен жүріс-тұрыстың озық үлгісін қалыптастыруды көздейтін адал азамат қағидаты да бар. Ол білімді, отаншыл, жауапкершілікті сезінетін, саламатты өмір салтын ұстанатын және адал еңбегімен табысқа жететін азаматтарға тиесілі. Бұған қоса, баршаға ортақ жасампаз ой сананы қалыптастыратын таза Қазақстан қағидаты да маңызды бағыт. Ол аймақтарды абаттандыру, көгалдандыру,
және экологиялық ортаны жақсартуға сеп болады. Сондай-ақ вандализм мен мәдениетсіздікке қарсы күрес ісінде мемлекет пен қоғамның күшін біріктіреді. Это концептуальная основа, цель которой – укрепление государственности и единства нации для построения справедливого Казахстана. Вся концепция строится на 6 ключевых принципах. Енді ерекше қажеттілігі бар азаматтардың бір қатар салада қолжетімділігі артады. Астанада көру қабілеті нашар адамдардың бейімделуі мен оңалтудың жаңа жоғары технологиясы атты халықаралық форумы өтті. Үшінші рет ұйымдастырылған шара аясында цифрлық инновациялардың жобасы таныстырылды. Ал арнайы көрмеге озық технологиялар қойылды. Мәжіліс депутаты Кенжеғұл Сейтжанның бастамасымен өткен шараға еңбек және халықты әлеуметтік қорғау мен жасанды интеллект және цифрлық даму министрліктерінің өкілдері қатысты. Біздің мына әріптестеріміз, шақырған қонақтарымыз айтады, Қазақстанда бар, яғни қазақ тіліне олар жасап жатыр. Мысалға жаңағы сатырдың өзі қазақ тіліне ыңғайландырып жатыр. Яғни мысалға JOS деген бағдарламаны, Fusion деген бағдарламаны, мынау қазір бүгін көрсетілген үлкен мына жаңағы монарх деген технологияны олар жаңағы қазақшаға аударады. Қалқандарын аударған ақырындап келе жатыр. Жаңа өздеріңіз бүгін көрсетті, яғни жасанды интеллект арқылы жаңағы суретке түсіріп, одан кейін жаңағы суретті ауызша қалай айтқан, тексті қалай жазған, көзі көрмейтін азаматтар 65 мыңнан жоғары. Яғни 65 мың. Бұл нені білдіреді? Бұл яғни біздің Қазақстандағы жалпы мүгедектігі бар азаматы 750 мың болса, соның 10%-ын мүгедектігі бар азаматтар болып есептелінеді. Осы бүгінгі іс-шараға осы біздің партиямыздың фракциясынан мәжіліс депутаты Кенжеғұл Сейтжан және де әртүрлі уәкілетті мемлекеттік органдардың өкілдері қатысты. Оған қоса осы құралдарды шығарып жасаған әртүрлі ұйымдар, олардың ішінде басқа да мемлекеттен келген ұйымдар бар және белсенді топтар да қатысты. Партиямыздың халық үні жобасы өз жемісін беріп, әлі де жалғасып жатыр. Оның аясында түрлі сала бойынша бастамалар қолға алынған. Солардың бірі учаскелік полиция пункттеріне мониторинг жүргізу. Жуырда ұйымның Жамбыл облыстық филиалы Тараз қаласындағы аудандардың тиісті бөлімдерін аралап, тұрғындар арасында өз сауалнамасын жүргізді. Мұндағы мақсат учаскелік полиция пункттерінің жұмысын бақылау және қоғам мен тәртіп сақшылары арасындағы өзара байланысты арттыру. Енді учаскелік полиция инспекторларымен біз әртүрлі жұмыстар жүргіземіз, күнделікті ол бізде жұмысымыздың жоспарында бар. Жаңағы 505 бап, 204 бап дейді КОАП-тың. Жаңағы мусор тастау, жабайы жарнама, жабайы орындарда сауда жасау, осы бойынша өзіміздің аумақта әртүрлі жұмыстар жүргіземіз. Енді мынау тағы бір сұрағым бар сізде. Енді учаскелік полициялармен осылы бірге бірлесіп жұмыс атқаруда қазіргі мәселе болса мынау жарық мәселесі қалай болса шешіледі? Қанша уақытқа дейін созылады жарық? Мысалы өшіп қалған жағдайда оған жарықта енді жарық мәселесіне келетін болсақ әртүрлі жағдайлар болады. Аварийный ситуациялар болады, кейбір кезде авария болып, жаңағы көше жарығы өшіп жатады, үйдің жарығы өшіп жатады. Ол кезде бізге хабарлама келеді. Біз ЖКХ бөлімімен, қалалық ЖКХ бөлімімен хабарласып, басшылығына айтамыз, ТГС басшылығына айтамыз. Семей қаласындағы қоғамдық қауіпсіздік пен көшелердің жарығын Қазақстан халық партиясының Абай облыстық филиалы бақылауына алды. Әріптестеріміз дөңгелек үстел басына жауапты сала өкілдерін жинап, бір қатар полиция учаскелеріне жүргізген мониторинг барысын талқылады. Жиында көше жарығын орнату және жөндеу, жарық шамының жеткіліксіздігі, учаскелік инспекторлар мен тұрғындардың байланысы секілді маңызды мәселелер сөз болды. Көп күрделі ауқымды сұрақтар талқыланды және мына учаскелік полиция пункттері бойынша бірталай мәселелер қозғалып көтеріліп айтылды бүгінгі отырыста. Және мына қазіргі таңдағы жарықтандыру, коммуналдық служба мен халықпен қарым-қатынас жалпы айтатын болсақ, халықпен қарым-қатынас тығыз байланыстамыз. Таңертеңгі сағат 9-дан кешкі сағат 9-ға дейін біздің учаскелік полиция пунктіміз. Есігі әрқашанда ашық халқымызға. Және 24 сағат 102 канал жұмыс істейді. Қазіргі кездегі мына полиция приложениясы бар.
полиция сос деген мына көшемізде орнатылған түймешелеріміз бар. Солардың барлығы арқылы мына әлеуметтік желі арқылы әрқашанда полициямен тығыз байланысқа шыға алады. Учаскелік полиция пункттерінің жұмысына байланысты және көшелеріміздегі жарықтандыруға байланысты осы тақырыпта үлкен бір талқылау өтті. Оған біз мына сол ішкі істер басқармасының тұрғын үй коммуналдық қатынастар басқармасының өкілдерін, сонымен қатар мына жарықтандыруға қатысты жекеменшік кәсіпорынның, біздің партиямыздың белсенділерін, қалалық кеңес, қалалық маслихат депутаттары қатысып, осы мәселені жан-жақты талқылап, ой пікірлерімізді білдірдік. Мониторинг қорытындысын партияның Атырау облыстық филиалы да шығарды. Дөңгелек үстел басына жиылған жауапты мамандар өз учаскелері бойынша тиісті мағлұматтар берді. Ал бақылау барысында белгілі болған олқылықтарды алдағы уақытта түзетеміз деп уәде берді. Біз учаскелік полиция инспекторларымен әкімшілік аумақтарында профилактикалық шаралар өткізіледі. Қазіргі таңда ішкі істер министрінің нұсқауы негізінде біз республикалық көлемде участка жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіліп жатыр. 1 қыркүйек және 1 желтоқсан арасы айында, айлар аралығында. Участка іс-шарасы аясында тұрғындармен тығыз байланыс орнату, экстремистік қылмыстардың алдын алу және басқа да тұрмыстық жағдайдағы құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында профилактикалық іс-шараларға көңіл бөлінеді. Қыркүйектен бастап ішкі істер министрінің нұсқауына сәйкес елде учаскелік жедел профилактика шарасы өтіп жатыр. Бұл тұста тәртіп сақшылары өзінің аумағына қарасты үй-үйді аралап, тұрғындармен жеке байланыс орнатып жүр. Туындаған мәселесін өз қарауына алып, шешімін қарастыруды жалғастырып келеді. Бұл туралы Қазақстан Халық партиясының Шымкент қалалық филиалы ұйымдастырған дөңгелек үстелде мәлім болды. Партиялықтар тәртіп сақшыларының ғана жұмысын бақыламай, қаладағы көше шамдарын да зерделеді. Сөйтіп, бұл жұмысын тиісінше қорытындылады. Жастардың өзінің әкімшілік аумағындағы учаскелік полиция инспекторын танымай немесе оның жұмысына төмен баға берем дегенмен мен толыққанды келіспеймін. Себебі әрбір учаскелік полиция инспекторы өзінің әкімшілік аумағында күнделікті аралау жұмыстарын жүргізеді. Бұған дәлел ретінде соңғы 1 айдан астам уақыт өтті. Бүкіл Қазақстан бойынша учаске жедел профилактикалық іс-шарасы өтуде. Бұл іс-шараның мақсаты әрбір учаскелік полиция инспекторы өзінің әкімшілік аумағында аралап, әрбір үйге кіріп, өзін таныстырып, өзінің визиткасын беріп, сол жерде өзінің қызмет атқаратын бойынша әрбір тұрғындармен тұрақты түрде жұмыс жүргізіп жатыр. Қауіпсіз орта, қоғамдық мониторинг нәтижелері мен өзара іс-қимыл жолдары. Осындай атаумен өткен дөңгелек үстелде ұйымның Қызылорда облыстық филиалы да өз бақылауын қорытындылады. Қатысушылар белгілі болған мәселелерді талқылап, жауапты сала мамандарының пікірін тыңдады. Сондай-ақ өңірдегі қауіпсіздік пен инфрақұрылымды дамыту бағытына ден қойды. Еске салсақ, бұған дейін партия өкілдері инспекторлардың жұмыс кестесі, азаматтарды қабылдау тәртібі, пункттердің материалдық техникалық базасын зерделеді. Бұдан бөлек, көшелердегі жарық мәселесіне баса назар аударды. Қалаға қарасты ықшам және мөлтек аудандардың тұрғындарымен тілдесіп, олардың базынасын тыңдап қайтты. Мына біздің көшеде жарық жоқ, өте қиын. Оқушылардың көбі осы көшемен жүреді. Сондықтан да мектептің мына көшесінде барды, мектептен берімен қарап, Сейтмағамбет көшесіне шейін осы ұзын бойы жолда жарық болса екен дейміз. Қауіпсіздік керек балаларға. Балалары бір өзі жүре алмайды, кеш шығады сабақты, енді алты сабақ болады ғой енді. Сондықтан да бүкіл осы көшенің тұрғындары атынан, өзімнің атынан жарық болса екен дейміз. Таспау Сейтмағамбет көшесінде жарық қойылса екен дейміз. Көбінесе бізде оқушылар қараңғыда қайтайды. Көбіміз алты сабақтан шықса да, сосын нелер иттер де көп, онша көрінбейді иттер жарықтан қайтқан кезде де. Жарық келсе, балалар өзі барып, өзі қайтып келеді. Сосын көбінесе көп көшелерде свет жоқ. Жарық қойылса,
Тұрғындардың өтініші бойынша дәл қазір шет аймақтар назарға алынды. Біз дәл қазір Тасбөгет кентінде тұрмыз. Ондағы Сейтпенбетов көшесі бойымен Байдәулетов, Тілеубергенов, Жалғаспаев, Юсупов және Тәжімұлы көшелері қиылысады. Осы аталған көшелердің барлығында жарық жоқ. Бұл әсіресе мектептен қайтқан оқушылар үшін қауіпті болып отыр. Ата-аналар балалары үшін алаңдап қиналуда. Партияның Маңғыстау облыстық филиалы тұрғындардың қауіпсіздігіне алаңдайды. Филиал өкілдері Ақтау қаласындағы бірқатар көшені аралап, ондағы жарық мәселесіне өз бақылауын жүргізді. Нәтижесінде бірнеше көшедегі шам жарығының істен шыққаны анықталған. Партиялықтар алдағы уақытта мәселені көтеріп, жауапты органдарға тиісті хат жолдайды. Мына 32А шағын ауданы жолдың бойында свет қондырылмаған, тек қана светофорда бір жарық бар. Мына жерден адам шыққанда түнде, мына жерде свет жоқ. Адам мына жерден шыққан кезде түнде байқалмай қалады. Себебі мына светофордың белгілерінде де ешқандай жарық қондырылмаған. Сондай-ақ пешеход жоқ мына жерде. Мына жер құм. Шығарылымды қоғамға қызмет елге үлгі айдармен жалғастырайық. Өздеріңіз білетіндей, партия қатарында бірнеше талантты, еңбегіне адал, патриоттық рухы артқан азаматтар бар. Солардың бірі Абай Қасымов. Жамбыл облысындағы Сарысу ауданына қарасты Сауда кент ауылында дүниеге келген ер азамат бүгінде ерекше белсенділігімен көзге түсіп жүр. Елуді еңсеріп, одан асып кетсе де қарекетіне адалынан әрі аса мұқиятпен қарайлап келеді. Қазір Абай Құсайынұлы ұлағатты ұстаз. Оның педагогикалық еңбек өтілі ширек ғасырдан асқан. Технологиясы жарыса дамыған заманда өзі де тұралап қалмай, білім біліктілігін үнемі ұштап арттырып отырады. Абай Қасымов шәкірттерінің сүйікті мұғалімі, ал партияның абыройлы мүшесі. Жалпы жас ұрпаққа өзімнің білгенімді үйретіп, жемісті еңбек етіп келе жатқан 30 жылдың ішінде өзімнің мол тәжірибемді арнап, жастарға сапалы білім, саналы тәрбие беру үстіндеміз. Қазіргі балалардың сөзді қор азайып баратыр. Ол да үлкен проблема айналып кетті қазір. Өйткені көркем әдебиет оқыған бала, оның сөзді қоры байиды. Қазіргі балалардың сөзді қоры өте аз. Неге? Өйткені біздің кезімізде біз әдебиетті оқып өстік қой. Сұлу сөздің сарайына сән құрып, кәдімгі сүбелі сөздің жілігін жағып, майын ішіп, сары майдан қарағұл суырғандай қылып, кәдімгі қара сөздің қаймағын сапыратымыз. Қазір осындай балалар жоқ. Әл-Фарабидің сөзі бар ғой, адам баласына бірінші тәрбие беру керек, одан кейін барып білім беру керек дейді. Осы тәрбие мәселесімен білім ұштаспай, біз өз егемен еліміздің ертеңгі ұрпағын дұрыс қалыптастыра алмаймыз. Және осыған орай мен қоғамдық жұмыспен белсене араласуға өзім шешім қабылдадым. Бұл шешімді дұрыс деп санаймын. Сол үшін мен халық партиясының жалпы бағдарламасы, оның халық партиясының халықпен тығыз жұмыс істейтін өзіндік бір үлкен қоғамдық проблемаларды көтеретін өзіндік бір үлкен халықпен жұмыс істейтін партия болғаннан кейін осы партиямен жұмыс істеуге мен бел шешіп кірістім. Партия шебінде ақылына көркі сай, нәзік жандарымыздың барында ұмытпаған абзал. Келесі кейіпкеріміз тілді меңгеру қабілеті жоғары Маржан Тұрлыбекова. Білім саласында шет тілін оқыту бойынша абыройлы еңбек етеді. Заман талабына сай білім менеджменті мен инклюзивті бағытта өз біліктілігін шыңдаған. Қосымша аудармашылық жұмысты да қатар алып жүр. Себебі тілдік құзыреті кең Маржан Борисқызы 4 тілді, атап айтқанда қазақ, орыс, ағылшын және француз тілдерін жетік меңгерген. Ал бойында ұйымдастырушылық, тез тіл табысу қасиеттері және азаматтық позициясы мықты қалыптасқан. Қарекеті мен жаңғоясында үйлесімділік тауып жүрген әйел жолдасымен бүгінде 3 баланы тәрбиелеп отыр. Жолдасымыз екеуміз 3 бала тәрбиелеп отырмыз. Үлкен қызымыз медициналық университетінде 2-ші курсында оқиды. Ортаңғы баламыз мектеп оқушысы, ал кенжеміз балабақшада. Мен өзімнің кәсіби жұмысымды ағылшын пәнінің мұғалім ретінде бастағанмын.
Ал жоғарғы білімнің бірінші жоғары білім деңгейі ол ағылшын филологияның мамандығы болған. Екінші жоғарғы білімім ол экономика саласын меңгерген кейін мен менеджер магистрлік дәрежесін алдым. Upgrade студия деген ағылшын мектебін аштық. Бұл Қарағанды қаласындағы халықаралық IELTS тестке дайындайтын сапалы мектептің бірі деп саналады. Екінші қадамым ол Азмар премиум мектебінің ашылуы. Ол жекеменшік бастауыш мектебі. Құрылтайшылардың бірі болдым. Бұл жобадан сапалы мен тәрбиенің биік бір дәрежеге келдік деп ойлаймын. Үшінші жобам ол енді өте маңызды, әсіресе бір жүрегіме жақын жоба деп ойлаймын. Бұл түзету дамыту орталығы Балпан және ақыл-сана қоғамдық қорының ашылуы. Балаларға аутизм немесе аутизм спектрімен диагноз бар балаларға көмек көрсету және ата-аналарға керек қолдау немесе көмек көрсетудің мақсатында жұмыс істеп келе жатырмыз. Мен Қазақстан халық партияға кіргеніме 1 жылдай болып қалды. 2025 жылы кірдім. Халық партияны неге таңдадым десеңіз, біріншіден олар халық үшін жұмыс істегені үшін, шынайы қарапайым азаматтардың дауыстарын есту білу үшін, сол өзі менің ішімдегі ұстаныма өте бір жылы лебізбен келетін нәрселер болғаннан кейін мен осы партияны таңдадым. Мен партия ұйымдастырған бірнеше іс-шараға қатыстым. Ата-аналарына арналған психологиялық көмек немесе құқық көмек көрсету, дөңгелек үстелдер, әртүрлі форумдарға қатыстық. Тағы да басқа әрбір іс-шараға біз міндетті түрде партия ұйымдастырғанда қатысамыз. Алдағы уақытта мен әлеуметтік қызметімді әрі қарай арттыра бергім келіп отыр. Жағдайлары, мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған тағы да бірнеше орталығымыз ашқымыз келіп отыр. Сондай бір мақсаттарымыз бар. Өйткені ата-аналардан келіп жатқан ұсыныстар өте көп. Осындай бір орталықтарға келіп отыратын балаларға жақсы бір биік сапада көмек көрсетілетін біз дайынбыз. Бірақ көп сұрақтар әлі шешілмеген деп ойлаймыз. Біздің қоғамның ішінде болсын, әр салада болғанда сұрақтар туындайтын да шығар. Бірақ біз Қазақстан халқына осындай бір ұсыныстармен келгенде осы партия мүшелері болсын, басшылары болсын, әрдайым бізге қолдау білдіріп отырады. Соған біз алғысымыз шексіз. Партия жолында халықтың сенімін артырып, қол жетімділікті күшейту бағытында көп бағдарламалар мен жоспарларды, жобаларды біз іске асыруға мақсат етіп талпынып отырмыз. Үздік ролик байқауының бірінші орын иегері Қазақ радиосының мерейтойына арналған эссе байқауында үздік эссе номинациясының жүлдегері. Бұл кімнің жетістігі деп отырған боларсыз? Әрине, бұл жаста болса, партия сабында өзінің алғырлығымен, әрі табандылығымен көзге көрініп жүрген Мерей Сәрсенбек. Түркістан облысы Бәйдібек ауданы Тасқұдық ауылының тумасы Шырайлы Шымкенттегі оқу орнының журналистика мамандығы бойынша тәмамдайды. Кейін Уақыт телеарнасында Шымкент келбеті редакциясында өңірлік коммуникация қызметінде еңбек етеді. Түрлі мекемеде қарым қабілетін шыңдап, тәжірибе жинақтаған Мерей Әлібек қызы қазір Қазақстан халық партиясының көрікті, жалынды әрі белсенді мүшесі. Мен Қазақстан халық партиясына ауыстым. Неге? Не себепті? Себебі мемлекеттік қызмет менің жолым емес екен. Менің шығармашылық жолым емес екен, мен жасайтын жұмыс емес екен. Ал Қазақстан халық партиясы дәл менің жолым екен. Менің жұмыс істеуге мотивациямды ашқан орындардың бірі болды десек те болады. Жалпы 21 жастағы қыз партияның жұмысын, саясат туралы не біледі деген сауал туындауы мүмкін, иә? Бұл сауал менде де болды. Мен бұл партияда жұмыс істей аламын ба? Партияның жұмысын алып кете аламын ба? Саясатты түсіне аламын ба деген сауалдар, ойлар болды. Қазақстан халық партиясы менің өмірлік қағидатыма, өмірлік ұстаныма тура келетін партия болды. Мен үшін, менің көзқарасымда әрбір елдің өркендеуі, әрбір елдің дамуы, экономикалық, әлеуметтік жағынан дамуы ол қала тұрғындарының өмір сүру деңгейіне байланысты, қала тұрғындарының жағдайына байланысты. Ал Қазақстан халық партиясы халықпен жұмыс істейді.
халықтық партия ретінде қалыптасқан партия. Бүгін біз 2 апталық өзекті тақырыптардың бір бөлігіне ғана шолу жасадық. Өңірлердегі маңызды оқиғалармен бөлістік. Әзірге айтарымыз осы. Маңызды оқиғалармен бөліскен мен Александра Беглова. Келесі жүздескенше.